келсе Төлегеновтар отбасындағы сандуғаш анамыз гүлге су құйып жүріп, гүлдердің бірінен кішкентай түйме қыз тауып алыпты. Түйме қыз күннен күнге есейіп 5 жасқа келген кезде ел арасынан Әлия Ақылбек қызының 5 жастағы балаларды мектепалды даярлық сыныбына қабылдап жатқанын естіп, түйме қызды сонда бермекші болады. Түйме қызды мектепалдыға ағасы алып кетті. Түйме қыз мектепалды даярлық сыныбына қош келдің. Мектепалдыда әр баланың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқуға қажетті дағдыларды жетілдіру, білім беру салаларын кіріктіру арқылы тәрбиелеу, ойын арқылы оқыту саналады. Мектепалды білім беру саламыз, 5 саланы бағыт етіп аламыз, балаларды тәрбиелеп, білімге, даналықтан бастау алар санамыз. Яғни түйме қыз, сенің бойыңда физикалық аман саулықты, әлеуметтік эмоционалдық құзыреттілікті, қарым-қатынас дағдыларын, зерттеуге деген ішкі мотивацияны, шығармашылықты дамытатын боламыз. Жалпы, өзіңе және айналаңдағы адамдарға қамқорлық көрсете білуге, командада жалпы өзіңе және айналаңдағы адамдарға қамқорлық көрсетуге, өз бетіңше саналы таңдау жасай алуға, командада жұмыс жасай алуға, сын тұрғысынан ойлауды, креативтілікті қолдауды осы мектепалдыдан үйренетін боласың. Өзің байқап тұрғандай, менің тағы да өзімнен басқа 15 гүлім бар. Мен сіздерге нәрлі лайланбаған таза су құюға тырысамын. Ал сіздер жайқалып өскен сайын мен өте қатты қуанатын боламын. Өсіңдер менің гүлдерім. Әлия Ақылбекқызы. Мектепалды даярлық сыныбының тәрбиеленушісі Айсана Есенгелдиевна Марса.